Биылғы оқу жылынан бастап Қазақстанның 30 мектебі жаңа бағдарлама бойынша жұмыс істейтін болады. Бұл тізімге біздің өңірден 2 білім ордасы, Петропавл қаласының нөмірі 16 орталау және Мағжан Жұмабаев ауданының Сарытомар ауылдық мектептері енгізілді. Пилоттық жобаның аяғалысы жайлы Әсел Оразбаева. 2015-2016 оқу жылынан бастап Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес білім берудің жаңартылған стандартын енгізу жөніндегі пилоттық жоба қолға алынды. Еліміздің 30 мектебімен бірге өңірдің 2 білім ордасы да осы бағдарламаға енді. Мамандардың айтуынша, енді балалардың теориялық білімдерінен гөрі тәжірибеге көбірек назар аударылып, бірқатар пәндердің мазмұны өзгертілді. Жаңартылған стандарт бағдарламасының мақсаты академиялық алған білімді тәжірибеде күнделікті өмірге қолдануға үйрету баланы. Бірінші сыныптан бастап 3 тілдікті енгізу. Пилоттық жобаны іске асыра бастайтын білім ордаларының бірі Петропавл қаласындағы номер 16 орталау мектебі. Қазір мұнда әзірлік жұмыстар жүріп жатыр. Мұғалімдер арнайы оқу курстарынан өтіп, барлық қажетті әдістемелік материалдар жеткізілді. 1-2 күннің ішінде оқулықтар да әкелінеді. Біздің мектептің 8 мұғалімі жаңартылған білім беру стандарттары бойынша Астана қаласындағы педагогикалық шеберлік центрінде курстардан өтті. Барлық мұғалімдер өзіміздің мектебіміздің мұғалімдері. Оқуды біздің мектепте 8 оқушы бастайды деп жоспарланған. Апробация негізінде материалдық техникалық базаның нығайтылуы күтілуде. Жаңартылған білім стандарты бойынша оқушылар мектепте 12 жыл оқитын болады. Пилоттық енгізу биыл Мағжан Жұмабаев ауылының Сарытомар ауылындағы мектепте де жүргізіледі. Ал келесі оқу жылынан бастап барлық білім ордалары жаңа білім стандартына көшеді. Әсел Оразбаева, Азамат Жантурин, ақпарат.